Сәлем, менің зерек досым. Мақал мәтелдердің мағынасын түсініп, дұрыс қолдануда меңгергің келсе, бізбен бірге бол. Бүгін біз білім туралы мақал мәтелдерді талдайтын боламыз. Немересі атасына: "Ата, менің сабаққа барғым келмейді, оқығым келмейді. Одан да үйде доп ойнап жүре берейінші." Сонда атасы: "Олым, оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ" дейді. Сонда немересі: "Ата, ол не деген сөз?" Атасы: "Мектепке барып сабақ оқымасаң, білімің болмайды. Ал білім деген ол сенің жайлы тіршілігіңе қажетті нәрсе. Білімің болмаса сен мәдениетті, парасатты бола алмайсың. Тіпті дұрыс киім киіп, жақсы тағам жасай алмайсың" дейді. Сонда немересі ұзақ ойланып тұрып: "Ата, олай болса мен мектепке кеттім, сабақ оқимын" дейді. Жас дос, білім туралы қандай мақал мәтел білесің? Оны күнделікті қолданасың ба? Егер қасыңда білім алуға ұмтылмайтын досың, сыныптасың болса, жоғарыдағы мақалды айтуыңа болады. Қазір экранға шыққан мақал мәтелдердің мағынасын талдап көрші. Оқу инемен құдық қазғандай. Ине өте кішкентай құрал, ал құдық өте терең шұңқыр. Демек, инемен құдық қазу ұзақ уақытпен тынбай еңбек етуді қалай қажет етсе, оқу да сондай екенін айтып тұр. Келесі мақалда өзің талдашы. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Біздің сабақтан үйренген барлық мақалда күнделікті өмірде қолдануға тырыс. Сәттілік!